Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан дубайский шоколадтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге катаифи қамыры, молочный шоколад және фисташковый паста қажет. Катаифи қамыры менде дайын қуырылған түрі. Қолымызбен осылай бір-бірінен ажыратып аламыз. Үстіне фисташковый пастаны салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Шоколадымызды ледяной баняда ерітіп аламыз. Толықтай еріді. Еріген шоколадымызды формочкаға толықтай құйып шығамыз. Шоколадымыз сапалы болғаны жақсы. Тегістеп аламыз. Шоколадтың үстіне жаңағы фисташковый паста қосылған катаифи қамырын барлығын тегістей төсеп шығамыз. Бетіне қалған жаңағы шоколадымызды құйып тегістеп шығамыз. Шоколадымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Шоколадымыз дайын. Енді жан-жақтарын босатайық формадан. Екінші жақ бетіне аударайық. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Кесіп көрейік ортасынан бөліп. Қараңыздар, қандай болып шықты, әп-әдемі. Сіздер де үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Дәмін көрейік. Қытырлап тұр екен, өте дәмді шыққан.